Түсімде тышқанды көрдім. Міне қызық. Мен де тышқанды көрдім. Оны бір мысық қуалап жүр екен. Ол етікті мысық ертегісінен келген. Оның бұл жаққа неге келгені түсініксіз. Менің де түсіме тышқан кірді. Ол бізден көмек күтуде. Сабақтан соң ертегілер еліне аттанамыз. Мылтығыңды ұмытпа. Әрине, сағат 3-те кинотеатрдың алдында кездесейік. Келісті, тек кешікпеңдер. Ойнап айтсам, расында мылтығыңды алып шығыпсың ғой. Қажеті болып қалары деп. Балалар, дайынбыз ба? Дайынбыз. Ендеше, кеттік. 1, 2, 3, ертегілер еліне бізді алып кел. Тышқан көрінбейді ғой. Әйтеуір келдіңдер-ау. Сәлем, достар. Сәлем, қор тышқан. Сен біздің тышқан досымызды көрмедің бе? Көрдім. Қайдан? Міне, мен алдарыңда тұрмын. Тышқан, міне керемет. Мен сені тіпті де танымадым. Осылай етуге тура келді. Ана етігі бар мысық қыр соңымнан қалмай қой. Қолында өткір семсері бар. Түстері одан да өткір. Менің мына мылтығымның қасында семсер деген сөз болып па? Оның семсері шынайы қару, ал сенікі ойыншық. Жарайды, балалар, таласпаңдар. Сонымен етікті мысық шет ел ертегілерінен келген. Оны мұнда кім шақырды екен? Менің ойымша, ол Мыстан. Мыстан? Неге олай деп айтасың? Өйткені соңғы көргенімде ол маған қатты өкпелі екенін көрсеткен. Бәрі де сенің кесірің. Сен болмағанда ана балалар ертегілер елінің маңына да жоламас еді. Мысыққа жем болғыр деп қарғаған еді. Тышқанның жауы мысық, ал мысықтың жауы кім? Бір-біріне
Эмне қас адамдарды ит пен мысықтай демейтін беді? Дәл солай. Мысықтың жауы ит, ал иттері бар ертегілер елінде кім бар? Балалар, алтын сақа ертегісінде бай баласының қабаған төбеттері бар еді. Мыстанды талап тастаған. Олар мысықты көрсе бас салады ғой. Мен онда сол ертегіге барып иттерді алып келейін. Мысық сонда қайтер екен, көрейін. Жарайды, болады. Сен тезірек алтын сақа ертегісіне барып иттерді алып кел. Ал біз тышқанмен бірге бола тұрайық. Ал енді не істейміз? Болат келгенше біз сені мысықтан қорғаймыз. Рахмет, достар. Сендер болмағанда Мяу. Сен мұнда екенсің ғой. Әнінен әйтеуір бір шығар деп өтіп едім. Мынау не? Ақымақ басым, қарашай мына қотышқанды. Мені мына етікті мысықты алдап соққан. Бәсе, аңдып отырмын. Аш болса, өз ақ шығар деп көртішқан болып, қарныңды тойдырып Мысық, жетер енді, тоқтат. Бұл біздің досымыз. Ал біз досымызға көмектесуге келдік. Ал сені кім шақырды мұнда? Сен бала, мяу, өз еліңде қожайынсың. Ал бұл ертегілер елі, яғни біз сендерге бағынбай, түсінікті ме? Ал мына тышқан менікі. Мен бұл үшін бір дорба алтын алған. Бұл тапсырыс, мяу. Кім тапсырыс берді? Мыстан ба? Өте ақылды қыз екенсің. Бірақ еш қалдыңдар. Достарыңмен қоштасуға аз ғана уақыт берем. Күте алмаймын. Сәл уақытқа соза тұрайық, Болат келіп қалар. Ей, мысық, мен сенен тіпті де қорықпаймын. Шық, жекпе-жекке. Ойыншық мылтықпен қорқытпақсың ба? Мяу! Фу! Бұзық бала, сені ме? Қазір көкеңді көрсетемін. Енді не істейсің, батырым? Қорқақ мысық, күшті болсаң, менімен шайқас. Қалай екен? Қорықтың ба? Болат, Оля, қане бұлай тұр. Қалған істі мына иттер тындырады. Арлан, бөрі басар, айтақ! Ой! Болат, сен неге кешіктің? Сәл болмағанда Оля екеуміз тышқан досымызды қорғай алмай қалар едік. Мультфильм қызық болсын деп, әдейі сәл-пәл кешіктім ғой.